Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әзіреті Иса тура мағынада құстарды жаратқан ба? Бұндай көзқарас келесідей аятқа қалай сәйкес келе алады? Расында Алладан өзгеге сыйынғандарын шыбынды да жарата алмайды. Сол үшін барлығы жиылса егер шыбын олардан бір нәрсе алып кетсе, оны одан қайтара алмайды. Сұраушы да, сұралушы да әлсіз. Алла тағала айтады: шыбын сияқты мардымсыз жәндікті де жарату жалған құдайлардың иелігінде емес. Егер шыбынды жарату мүмкіндігі оның жаратушысына құдайлық сипат берсе, онда құсты жарату сөзсіз оның жаратушысына да құдайлық сипат береді. Тіпті одан да зор. Өйткені құс шыбыннан гөрі маңыздырақ жаратылыс. Кейбір мұсылмандар Құранның Әл-Имран сүресінің 49 аяты мен Әл-Майда сүресінің 110 аятының метафоралық мағынасын түсінбей, Әзіреті Иса алейхиссалам шын мәнінде шынайы құстарды жаратқан деп санайды. Бірақ басында оқылған аят осы сөзбе-сөз түсіндірменің дәл жүрегіне соққы беріп, күлпашасын шығарады. Алладан өзгеге сыйынатындардың арасында, яғни барлық жалған құдайлардың арасында Иса Мәсих бірінші орында. Өйткені жер бетіндегі адамдардың көп бөлігі оны құдай деп санайды. Егер ол да еті мен сүйегі бар тірі құстарды жарата алған деп есептесек, онда басында оқылған аяттың дәлелі жарамсыз болып, оның ең маңызды мәтіні барлық мағынасынан айырылып қалады. Әл-Имран сүресінің 49 аятын сөзбе-сөз түсіндіруді қорғайтындар Иса Мәсих алейхиссалам Алланың қалауымен тек құстарды жарата алып қана қоймай, сонымен қатар өлген адамдарға өмір сыйлай алған деп мәлімдейді. Иса бұндай кереметтерді Алланың бұйыруымен жасаған, сондықтан бұл таухидты, яғни Құдайдың бірлігін бұзбайды екенміз. Өкінішке орай бұлай ойлау басында оқылған аяттың дәлелін әлсіретеді. Өйткені бір жағынан Құран тек Алла ғана өмір жаратады дейді. Және бұл оны өз жаратылыстарынан ерекшелендіретін сипат. Және ол бұл сипатымен ешкіммен бөліскісі жоқ. Бірақ екінші жағынан кейбір адамдар бізге жалпы мойындау бойынша кейбір діндар адамдарға осындай қабілеттер берілген деп айтады. Бұл адамдар діндар немесе күнәһар болды ма, пайғамбар болды ма, жоқ па, оның еш маңызы жоқ. Өйткені егер бұл шындық болса, онда Алланың кез келген жаратылысында мұндай бірлескен авторлығы, яғни Құдаймен серіктестігі Құдайдың бірлігіне, таухидқа үлкен қауіп төндіреді. Бұдан бейтарап бақылаушы қандай қорытынды жасай алады? Бұдан тек бір қорытынды алынады. Жан беріп, өмірді жарата алатын Алладан басқа да тұлғалар бар. Астағфирулла. Егер Алла тағала өзінің өмір жарата алу сипатына кішкентай да болсын серіктестікке жол берсе, онда Құдайдың өзін таухид ұғымын шатастырды деп айыптауға болады. Және ақиқатты іздеушілер үшін жалғыз шын Құдайды іздеу мүмкін болмайтындай қиындыққа айналар еді. Бұрын жаратылған жаратылыстардың қайсысы Алланың бұйыруымен, қайсысы бұйыруынсыз жаратылғанын қалай анықтауға болады? Бұндай жағдайда Аллаға серік қосатындарды айыптауға хақымыз жоқ. Сондай-ақ Әзіреті Иса жаратқан құстарға не болды? Бұл құстар өздерінің табиғи түйсіктеріне сәйкес әрі қарай көбейіп, бүкіл жер бетіне таралып кетуі керек еді. Бұл бізді жер бетінде құстардың кем дегенде екі түрі бар деген ойға әкеледі. Бірін Алла жаратқан, екіншісін Иса жаратқан. Және мүмкін бұл екі түр бір-бірімен араласып кетті. Сондықтан қай құстардың толығымен Алла жаратқанын, немесе Иса жаратқанын, немесе екеуі бірге жаратқанын сеніммен айту мүмкін еместі. Егер бұл ширк, Құдайға серік қосу болмаса, онда бұны басқаша қалай атауға болады? Құрандағы құстардың мағынасы. Қасиетті Құранда ешқандай қарама-қайшылық жоқ. Ал құстар термині рухани биіктікке жеткен адамдар үшін метафоралық түрде қолданылған.
келесі аятта былай делінген: көктер мен жердегілер және қанаттарын жайып қалықтаған құстар да Алланы дәріптейтінін көрмедің бе? Қасиетті Құран кәдімгі құстарды Алланың басқа тірі және жансыз жаратылыстармен бірге бәрін көктер мен жердегілер деп қарастырады. Ал қанаттарын жайған құстар Алланы дәріптейтін барлық жаратылыстардың ішіндегі ең ізгілері болуы керек. Олар арнайы құрметпен аталуға лайықты рухани адамдар болуы мүмкін. Құстарды жарату мағынасын ардақты Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам мына хадисі жақсы түсіндіреді. Ол былай деген: Жұмаққа жүректері құстардың жүректеріндей адамдар кіреді.